Григорий Николаевич Потанин деген адам болды, естіген шығарсыз, иә? Потанин. Ол мынау Омскінің казакы болды. Географ, фольклор танушы, тағы да сондай. Ол жас кезінде Шоқан Уәлихановпен дос болды, өткен Шоқан Уәлихановпен класстас болды. А өмірдің соңында, 80-90 жасында Әлихан Бөкейхановпен, басқа алашордалықтармен дос болды. Кәдімгіде Алашорда өкіметінің бір өкілі болды да. Сонда Григорий Потаниннің көптеген кітаптарын қазір Ресейдің баспалары шығармайды. Өйткені ол түркілерге сонда берілген адам болды да. Бір кітабы сондай, нақты қазір есімде жоқ, жас кезімде оқыдым. Қысқасы, мынау Европаның рыцарлық мәдениеті, сосын рыцарлық романдары бәрі түрк жырынан, түрк эпосынан тамыр тартады деп идея айтқан, соны